Мен Абдыров Айтжан Мұхамеджанұлы, осы қаламыздағы Қазақ агротехникалық университеттің бірінші проректорымын, техника ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, профессорымын. Біздің университетіміздің бастауыш партиясы ұйымының төрағасымын. Біздің қалада әлі шешілмеген нәрселер көп. Оның ішінде мына жоғарғы білімге қол жетімділігі, екіншіден мына жемқорлықпенен күресу, не болмаса оны жою, үшінші ол медициналық қызметкерлердің мәртебесін көтеру, төртінші біздің шеттегі, қаланың шеттегі аймақтардың мәселелері, және бесінші біздің қаланың бюджетін бөлген кезінде онда біздің халқымыз барлығы кірісіп, осы бюджет қалай бөлініп жатқан екен, соны онлайнмен, не болмаса басқа желілерменен соған қатысу керек. Жастардың проблемасын білем, соның ішінде осы жоғарғы білімге қол жетімділігі. Енді қазір біздің елімізде мысалы 54 мыңнан астам грант бөлінеді. Соның мысалы 50%-ын осындай әлеуметтік жағдай, көп балалы отбасыларына соны бөліп берсек, ол дұрыс болады. Әрине, білім бар балаларды ұмытуға болмайды. Қалған 50%-ын соларға бөлу керек. Біздің көп жастарымыз мына жұмысқа орналасқан кезінде өз біліміме сенбейді. Неге десеңіздер, кейбіреу ойлайды, оның артында бір адамдары тұру керек, не болмаса бір ағалары тұру керек деген сияқты. Сол себептен осы студент кезінен, осы жас кезінен біз адал адамдарды бірінші тәрбиелеуіміз керек. Сонда ғана мына жемқорлықтың жою жолдары өз-өзімен ашылады.